Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен HTML-ді веб-бетке сурет қою атты сабақты жалғастыратын боламыз. Кітап баспаларына шолатын болсақ, Атамұра 10 класс 147 бетте 4-те 4 тарауда веб-бетке сурет қою. Мектеп баспасы 10 класс 168 бетте кескінді кірістіру дейді, бірақ бұдан алдын бұлар href жайында, href жайында сөз қозғаған мультимедиа енгізу, бірақ біз соның ішінде қазірше кескінді кірістіру атты бөлімін қарастырамыз. Арман ПВ 10 класс 170 бетте image ғана тегін қарастыратын боламыз. Бұлар бұдан алдында мультимедианы, фреймдарды қарастырады, аудио, видеоларды қарастырған, бірақ соның ішіндегі имейджді қолданамыз. Және де Алматы кітап баспасында 10 класстың 120 бетінде HTML тілі құжатында графиканы қолдану деп бастаған екен. Біз өзіміздің сабағымызды Атамұра баспасынан бастаймыз. Бетке сурет қою үшін img тегі қолданылады. Стандартты суреттер болуы мүмкін GIF, PNG, JPEG. JPEG дегеніміз не? Joint Photographic Expert Group фотосурет немесе мәтіні жоқ сұр реңктегі суреттер сақтау үшін қолданады. GIF, Interchange формат, графикс, яғни анимация үшін қолданады. PNG, Portable Network Graphics, бұлар көп жағдайда иконкалар, батырмалар және тағы басқа жерде қолданады. Бірақ ескеру керек, img image-тегі бір өзі ештеңкені білдіре алмайды. Оған тиісті атрибуттар бар екен, ол атрибут src немесе source деп айтылады. Дерек көзі сөзінің қысқартуын source деп айтады екенбіз. HTML бетке сурет қою коды img source и суреттің тұрған орны. Осы жерде біз бір нәрсені ескеруіміз керек. Біздің HTML көп жағдайда дұрыс болу үшін HTML кодымызбен суретіміз бір папкада болған жақсы. Мынау менде қазір сурет деп айтылатын HTML. Төбесінде title сурет деп тұр міне кодта, бірақ қазірше ешқандай тег жоқ, Ал екі сурет бар, бірінші сурет бір, екіншісі Mera PNG, бірінші JPG, екінші PNG формат екен. Ескеруіміз керек. Барлығы бір папкада тұр, сол үшін программа бізде безбойна жұмыс жасау керек. Досканы екіге бөлеміз. Кодты бастайық. Ең алғашқы тегіміз біздің img source image JPEG дейді. Ашып жабамыз. img src тең. Менде біріншісі сурет бір нүкте JPG Ctrl-S и осыны қазір досканы екіге бөлеміз бұлай. Осы жерде сурет дегенді ашамыз, жоғарға қоямыз. Пока что енді үлкен қылай, менде на весь экран болып тұр. Қазір бұлардың негізгі көлемдерімен әлі жұмыс жасайтын боламыз. Қазір менде негізгі фонда сурет 1 деген ашылды. Енді келесі бір сурет ашайық, ол бізде Mera деп айтылады, форматы PNG. Ctrl-S обновить. Мінекей менде PNG форматындағы сурет ашылды. Арғарап, осы менде жұмыс жасай берсек болады. PNG Ctrl-S. Қазірше бірінші атрибутпен танысы, ол img source image. Келесі, бұлай деп айтады. Ескерту мәселесі қарастырылады бізде. Ескерткенде бұлай деп айтады. Сурет файлының адресін көрсетудің кейбір мысалдарын қарастырайық дейді. Одан алдын жалпы біздің суретпен бірге HTML бір файлда орналасу керек. Ал бір файлда болмаса, оған слэш арқылы қайда тұрғанын көрсету керек. Point көрсетеміз, немесе URL адрес көрсетуге болады, ол суреттің қайда тұрғанын. Бір сайтқа өтіп барып, именно JPEG болмаса ол ашылмайды. Егер JPEG болмай, сол сайттың бетінде суреттер көп болатын болса, онда ол сурет ашылмауы мүмкін. Және екінші бір тег бар, фондық сурет деген бар. Егер фонға сурет қою керек болатын болса, bodyға біз body дейміз ба, білмеймін. Қасиетіне background тең Mera.png обновить. Қазір бізде жалпы негізгі задний фон осы суретке ауысты. Керек болса ғана қоясыздар, керек болмаса қажет емес. Обновить. Ары қарап жалғастырамыз. Енді негізгі сурет
тегінің атрибуттарына жеке-жеке тоқталайық. Бұл бізде width деп айтылады. Суреттің ені бойынша пайызбен берілген. Ескеру керек, суреттің биіктігі пиксель немесе пайызбен беріле береді. Биіктігі де ұзындығы да пиксель немесе пайыз ретінде беріле алады. Жазамыз img src тең mera.png Ctrl-S қайтадан суретті ашамыз. Вот мені пока нормально. Енді бөліп жұмыс жасай берейік. Бізге енді осылай көрінген ыңғайлы болуы мүмкін. Width бөлімін береміз. Бұлардың барлығы осы image-ге ғана қатысты. Ол бірінші width-дан басталу шарт емес. Бірақ жаза берейік. width тең 850 Ctrl-S. Бұл бізде ені бойынша. Обновить. Аз болып қалды наоборот. 1850 дейік. Ctrl-S. Обновить. Вот мені width кетті. Суреттің ені пиксель немесе пайызбен беріледі, немесе пайызбен берсек болады. Соотношение ол фонға қарап алады. 50 Ctrl-S процент обновить. Вот міне 50% дейді. Келесі бізде height. Суреттің биіктігін алады екен. Пока что 650 Ctrl-S обновить. Окей. Енді высота берейік. height тең 350 Ctrl-S обновить. Вот міне ені бойынша қыстық. 150 беретін болсақ, ол вообще тастайды. Дұрысын өзіңіз қарап аласыз. Ctrl-S обновить. 450-ге 650 дедік. Height-ға жаңағыдегідей src-дан кейін width деп те, height деп те беруге болады. Немесе оларды пайызбен берсеңіз де болады. Процент түрінде. Біз қазір әлі атамұра форматында кітабындамыз. Келесі alt деген бар. Бұл альтернативті мәтін. Альтернатив дегеніміз не? Альтернатив деген ол бұл болмай қалған жағдайда деген сөз. Не шығу керек оның орнына? Alt тең сурет табылмады. Ctrl-S. Қазір обновить етеміз. Ештеңе шықпайды. Себебі нормально, ол сурет табылып тұр ғой. Ал бұл қандай жағдайда шығады? Егер менде mera 1 дейтін болсам, яғни не істедім? Ошибка бердім да. Бұлардың бәрін энтерға түсіре берейік. Аса қатты разница жоқ. Главный бұлар негізгі жабылушы, яғни тегтің ішінде тұрғандықтан барлығын әсер ете береді. Сол үшін де сіздерге әдемі көріну үшін астасынан түсіріп жатырық. Мен не дедім? Mera 1 деген менде сурет жоқ. Бұл сурет табылмағандықтан альтернатива сурет табылмады деген знак шығады. Вот мені обновить еттім, менде сурет табылмады деді. Бұл альтернатива болған жағдайда. Ал егер mera 1 Ctrl-S дейтін болса, мұнда сурет бар болатын болса, бізге alt қызметі орындалмайды екен. Келесі title деген бар. Бұл суреттің меңзерді жақындатқан. Яғни мышканы просто апарып қоятын болсам, күте тұрсам, ол жақындатқан кезде не шығу керектігі туралы айтады. Бұл бізде title, кішігірім заголовок. Бұл бізде fruct. Ace, Ace-тің фруктысы. Ace, фруктасы. Mera. Ctrl-S, обновить. Мышканы апарамыз, міне Ace фруктасы mera дейді. Яғни тайтлға өзіңіз тақырып берсеңіз болады. Келесі align қасиеті, әрине бұл HTML бетінің басқа элементтеріне қатысты суреттердің туралануы бойынша align, яғни суреттің қалай жүретін, оңға, солға, ортаға деген сияқты. Бұл бізде allision деп айтады, align тең left. Пока что ол өзі сол жақта ғой, ештеңке болмайды қазір. Right деп жазамыз. Right, Ctrl-S, обновить. Қазір сурет міне общий фонда оң жаққа кетті. Центр деген жұмыс жасамайды бізде. Центр, обновить, вот жұмыс жасамайды. Оның орнына ошибка болғандықтан бұл бізге қатен айта алмайды да, изначально left-қа кетіп қалады. Бұның орнына middle деген бар. middle. Бұл middle мен алдағы уақытта танысамыз. Қатема, middle бізде мектеп баспасында болу керек. Қарайық. Бізде бұл align қасиет ма? Middle. Қазірше біз left бөлімінде қалдыра береміз. Алдағы уақытта бұлармен танысатын боламыз. Align'ның left пен right-тан басқа тағы да басқа атрибуттары бар екен. V space жоғарғы және төменгі шегіндерін құрады. Яғни
қазір бұл жоғарға жабысып тұр ғой, иә. Егер мен оған v space беретін болсам, допустим 200 дейтін болсам, ол үстінен де астынан да 30 туп қалдыратын, жоғарыдан да астынан да. Себебі бұдан кейін тағы бір сурет келетін болсам, мысалы Ctrl-S дедім, Ctrl-V деп, мысалға да осы суреттің өзін қайып шақыратын болсам, ну ладно, бұл суретте емес, бір қызық болсын, біз сурет бір нүкте JPG-ны шақырайық, JPG Ctrl-S обновить дейтін болсақ, вот мынау астыңғы 30 тупта, ал мынау жанындағы 30 туп емес, яғни V space деген вертикальный space, енді горизонтальный space деген бар, ол бізде H space та. Бұндағы қосайық қазір H space тең, ну оған да 200 дейік, Ctrl-S обновить ететін болса, қазір мына суретті де ол екі жағынан да 30 туп қалдырды, соны ескеруіміз керек. Чтобы не болып жатқан дұрыс түсіну үшін V space және H space деген бар. Қазір сенді главный түсініп алдыңыздар, бірге бір бересі, ол аса қатты. Енді суреттер жабысып қалмау үшін ғой, біз бір нәрсені ескеруіміз керек. Бұл жерде біз әлі стильмен таныспадық, яғни CSS-ті таныспағаннан кейін қалай бар, солай ғана қабылдап жатырмыз. V space кетті, H space кетті, енді border бар. Суреттің айналасына қара жиек құруға болады, яғни қара жиек қана болады, бұлар цветте ауыспайды. Келесі border тең 6 десек, Ctrl-S обновить. Сыртына мына 6 деген не қойылады, Ctrl-S 60 десем ғана көрінуі мүмкін, сыртына қара рамка берілді, изначально 1 деп қоя саламыз. Бұл сіздерге көрінбеуі мүмкін, бірақ осылай бордер беруге болады. Ары қарап бізге енді BR-ды пайдаланудың артықшылығы айтады, суреттің мәтіннің суретті айналып өтуін тоқтату үшін Clear атрибутын пайдалануға болады дейді. Бұл Clear көп жағдайда стильмен дұрыс пайдаланады, CSS-мен. Біз әлі CSS өтпегеннен кейін бұл функцияларды пайдалана алмаймыз. Және де тағы қосып кететін бір мәселе, олардың өз алдына бөлек бір объект ретінде алып алу үшін оған параграф беруге де болады. P и P, да? P. Чтобы келесі жолы басқа объектпен бөлек жұмыс жасау үшін, мұнау өз алдына бөлек объекті, параграф деп айтайық, иә. Осымен атамыра бітті, келесі мектеп баспасына өтеміз. Мектеп баспасында да жақсы информациялар берілген. Мысалға IMG ол тегті айтылған, src файлдың аты, alt мәтінді жазу, alt параметрі суреттің мәтіннің түсініктеме жабдықтауға мүмкіндік береді деп айтқан екен, бірақ енді ол табылмаған жағдайда шығады. Image with пикселдердің немесе пайызбен берілетін оның енін көрсетеді. Height суреттің биіктігін көрсетеді, пикселдік мәнді немесе немен процентпен, IMG CRC border, яғни пикселдің мәні сыртындағы суреттің жиегі. H space горизонтальный суреттің сол жағындағы вертикальный пиксельмен, және де IMG-дің source бар, яғни суретке ортаға қойуға болатын топ, вверх, bottom, top, middle, left, right деген бар. Енді мына жерге қазір align қасиетіне middle, Ctrl-S, обновить. Менде қазір істеп тұрған жоқ, но алдын істеген. Ну, что поделать? Солай, align параметрі құжаттың көршілес элементтеріне ең алдымен қоршаған мәтінге қатысты иллюстрацияның орнын анықтайды. Топ жоғарғы жиек, middle тік ортаға, bottom төменгі, left сол жақ, right оң жақ шет бойынша көлденең қойып береді дейді. Осымен мектеп баспасы кетті, атамыра баспасы кетті, арман баспасында бізде align кетті, айтылды, alt айтылды, ол суреттің жақтауларының то есть alt егер сурет жүктелмеген жағдайда болатын мән екен айтылған. Border айтылды бізде жаңа сурет жақтаулары, height высота, биіктігі, H space көлденең шегіну, ismap деген бар екен, суреттің карта екенін анықтайды деп келеді. V space суреттің тігінен анықтау, with суреттің ені, use map клиенттік карта суреттердің координаттары бар, map сілтемесін анықтайды. Енді қазір бізде просто ол сурет болып тұр. IMG ол кіріктірілген тек болып табылады деп осымен арман аяқтайды. Алматы баспасында бұл тақырып HTML құжаттарының графикалық қолдану деп келеді. Суретті орнату үшін бізде IMG элементі, source дерек көз деген сөз, src picture.gif, gif-ті қойған екен, немесе JPEG қойған, келу мүмкін деген форматтар бар екен, GIF, JPEG, PNG деген. Alt это сурет көрсетілмесе, border суреттің
шегі. Align суреттің положениесі, вот міне top, bottom, middle деп айтылған, ортаға деп middle'ды жаздық. Ладно, тырнақшада тұрған проблема болмау керек. Ctrl-S. Обновить, я айттық, тырнақшада тұрған проблема жоқ. Height это высота, width ширина, v space вертикальный, міне браузер терезесінің ішіндегі суреттің биіктігін көлденең пиксельмен немесе терезе енін процентпен береді. V space вертикальный, суреттің жоғары немесе төмен жақтары H space дейді. Суреттің сол және оң жағы. Height это высота, width ширина, V space пиксельмен екеуі бөлінеді. Альтернатива жаңағы несі суретті қоюға болатын айтты. Ол үшін background деп суретке сілтеме берсек болады екен. Осымен қарапайым видео сабақтарда біз сіздермен веб-беттерге суреттерді қою атты сабақпен таныстық. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі видеоларда жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Егер текте қандай да бір қате кетіп жатқан болса, қатты сөгудің қажеті жоқ. Біз алдағы уақыттарда әлі стильдермен танысатын боламыз.